Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол екінші тақырып, 58 тақырыптың есептеулері деп аталады. Олай болса, бастайық. Бізге айтқан 38 алу 1, 37 болады. 38 алу 2, 36 болады. 38 алу 3, 35. Сөйт кеми берген, Ал 38-ден 41-ді азайтсақ, бізде -3. Осы көбейтіндіні есептеу керек. Біз байқап отырмыз, что бұлардың бәрі кеміп жатыр. 37, 36, 35, 34, 33. Сөйтіп кете береді. Сөйтіп мында 2, 1, 0, -1, -2 деп барады да. Демек арасында 0 бар ғой. 0-ді любой санға көбейтетін болсақ, ол 0 береді. Сонда мына көбейтінді 0-ге тең екен. Өйткені мен деген бүйтіп 37-ден бастап -3-ке дейінгі сандарды өзара көбейтіп жатырмын ғой. Ал олардың арасында 0 бар ғой. Ал 0-ді кез келген санға көбейтсек, 0 болып кетеді. Енді мына жерде бізде достар есептеңіз деп берілген екен. Бірақ өкінішке орай качествосы болмай тұр, Қараңыздар, 4-тің факториалы қосылған 5-тің факториалы. Жалпы өзі факториал дегеніміз ол өзіне дейінгі сандардың көбейтіндісі. Мысалы, 3-тің факториалы дегеніміз ол 1-ден бастап 3-ке дейінгі сандарды көбейтеміз. Бүтін сандарды. Сонда 4-тің факториалы деген ол 1 көбейтілген 2 көбейту 3 көбейту 4. Мінеки, мынау ол 4-тің факториалы. Қосылған. Енді мына 5-тің факториалын жазуымыз керек. 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4. Көбейту 5 бар және. Сонда біз байқап тұрмыз ғой, мына жерде бірдейлерді жашан сатына шығарсақ та болады. Мысалы қараңыздар, 1-ден 4-ке дейінгі сандар бар мында. Мында да 1 мен 4-тің арасындағы сандар бар. Сонда 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4-ті жашан сатына шығарып жүреміз. 1, 2, 3, 4-ті жашан сатына шығарсам орнында 1 қалады, өйткені бәрі кетіп қалды. Ал мынаның орнында тек 5 қана қалады. Сонда 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4, олар менде 24 деген сан береді. Өйткені 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 6 4-тің 24. Ал 1-ге 5 қоссақ 6 болады. Сонда 24-ті 6-ға көбейтсек, бізде 12, 14, 144. 144 деген санды береді екен. Немесе сіздер былай жазсаңыздар болады. 4-тің факториалы ол бізде 24. 5-тің факториалы 120. Сонда бір-біріне қосатын болсақ, 144 деген санды береді. Осы да жазсақ болады. Сонда біздегі А жауабын береді екен. Келесі, бізде мында не деген есептеңіз. 11 факториал минус 10 факториал бөлінген 9 факториал. Енді бұл жерде біз барлығын көбейтіп отыра алмаймыз. Бұл жерде бізге жақшаның сыртына шығару деген қасиет керек болады. Бізде санның кішісі анықтап алуымыз керек. 11 кіші ма, 10 кіші ма? 10 кіші, Демек, 10-ның факториалын жақшаның сыртына шығарамыз. 10 факториал деген сөз ол 1-ден 10-ға дейінгі сандардың бәрін көбейтіндісі. Соны мен жақшаның сыртына шығарып жүрмін. Мысалы, мен алдыңғы есепте, негізі мына есепте, мен мында 4-тің факториалын жақшаның сыртына шығарып жүрсем болады. Сол кезде мында өзі кетіп қалды, 1 қалады. А мында 5-тің факториалының ішінде, видите, мінекей, 5-тің факториалының ішінде 4-тің факториал да бар екен. Мынаның бәрі бізге 4 факториал деген береді. 4 факториалды шығарып жүрсек, 4-тен кейінгі сандар ғана қалады. 5 қана қалды мында. Көріп тұрсыздар ма? Сол қасиетті мында да қолданамыз. Мен 10 факториалды шығарып жібердім. 11 деген одан үлкен ғой. 11 факториалдың ішінде 10 факториал да бар. Ал 10-нан кейінгі сан қандай? 11. Сонда 11 ғана қалады. Мысалы қараңыздар, 2 факториал көбейтілген 4 факториал. Енді қосып қойық. Мында кішісі 2 факториал ғой. 2 факториалды жашан сыртына шығарсақ, орнында 1 қалады, өзі кетіп қалды. Ал 4 факториалдың ішінде 2 факториал тоже бар. Демек, 2-ден кейінгі сандар жазамыз. 3 пен 4 деп. Мысалы, 7 факториал қосылған 12 факториал. 7 факториалды жашан сыртына шығарсақ, 1 қосылған, енді 12-нің ішінде 7 бар ғой. 7-ден кейінгілер жазамыз. 8, 9, 10, 11 көбейту 12 деп бұлай. Енді жай өзіміз үшінші. Сонда менде 10-нан кейінгі сан 11 ғой, сол ғана қалды. А мында 10 факториал целиком кетіп қалады, оның орнында 1 қалады, кстати. Мен 10 деп жазып жатырмын. 1 қалады. Бөлінген 9 факториал дейміз. Оны бөлеміз 9 факториалға. Енді қараңыздар, факториалдар қысқара алады. Неге? Мысалы, мына 10 факториал деген 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 сөйтіп 10-ға шейін бар.
сондай ғой. 11 алу 1. Ал 9 факториал деген 1 көйту 2 көйту 3 сөйтіп 9-ға шейін бар. Сонда мына жердегі 9 сан мен мына жердегі 9 сан қысқарады. Өйткені мында 8, 9 сондар бар ғой, сол 9 мен бірге кетеді мынамен. Сонда қалған 10-шысы қалады. Ал 11-ден 1-ді азайтсақ 10 қалады. 10-ды 10-ға өтсек 100. Сонда біздегі Е жауабы шығады деген сөз. Мысалы мына жердегі 5-дің факториалы көбейтілген 9-ның факториалы бөлінген 10-ның факториалы. Біз көріп тұрмыз, что 9 факториал мен 10 факториалы қысқартсақ болады. 9 факториал азы ол кетіп қалады бәрі. Ал 10 факториалдың ішінде 9-дан кейінгі сан қандай? 10 бар болды. 11 деп жазайын десем, мына жерде 11 факториал деп жазылмаған. Сондықтан 11 деп жазбаймын мен. Просто 10 ғана қалады. Кейін бағана 5-ның факториалы ол 120 деп айтып едік қой. Бөлінген 10. Сонда мына кетеді, 12 қалады. Мен мында дополнительно қосымшада айтып жүрейін, мысалы 4 факториал көбейтілген 9 факториал бөлінген 12 факториал болсын. 9 факториал мен 12 факториалды қысқартамын, допустим, и 9-дан кейінгі сандарды жаздым. 10 қалады, 11 қалады и 12 қалады. Өзіне шейін. 12-нің өзіне шейін. Ал 4-дің факториал деген, ол бізде бағана 24 деген сан болды. 10 көйту 11 көйту 12. Мынау мен мынау қысқарады. 2 қалады. 2 мен 10-ды қысқартам, 5 қалады. Сонда 1/25 деген сан шығады екен мұнда. Мынау үшін біз түсіндік, что 9-дан кейінгі қандай сандар, солар жазамыз. Просто мында 9-дан кейінгі сан тек 10 ғана ғой, 10-ға дейін. Сондықтан 10-ды ғана жаздым. Вот. Біздікінің өзіміздің есебі 12. Енді бізге былай деген екен. 2016-ның 0 дәрежесі, қосылған 1-дің 2017 дәрежесі, алынған -1-дің 2017 дәрежесі. Берілген осындай екен. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ді береді. Любой санның 0 дәрежесі 1-ді береді. А 1-дің кез келген дәрежесі 1-ді береді. Есімізде ғой бағана, Ал енді қараңыздар. -1-дің дәрежесі жұп сан болса, мында жұп дәрежесі болса, ол 1-ді береді. Ал -1-дің тақ дәрежесі ол -1-ді береді. Мысалы мында 2017, алуды оқпайық, мына алуды оқпайды мінекей. Мына 2017 деген жалпы ол тақсан ғой. Сонда -1-дің дәрежесі тақ болып тұр ғой. А -1-дің тақ дәрежесі ол бізге -1-ді береді. -1 дейміз. Сонда 1-ге 1-ді қоссақ 2, минус пен минус плюс болып кетеді, 1. Сонда 3 деген сан шығады. Ол біздегі Е жауабы. Келесі. 2001 қосылған 2002 қосылған 2003 қосылған сөйтіп қосылған 2016. Енді азайту тұр мында ортасында. Азайту дегенде 1 жазған. Алу 2, алу 3. Просто қосулардың жақша, мына жерде плюс тұр, бірақ жақшаң алда минус тұрса, минус пен плюс минус болмай ма? Сондықтан минус болып кетті бәрі. Алу сөйтіп алу 15-ке шейін. Есептің берілген осындай. Енді қараңыздар. Мен бүйтіп қаралбайын, 2001-ден азайтам 1-ді. 2000. Енді бір көк алайық. 2002-ден азайтам 2-ні. 2000. Тынастырма логиканы. Мысалы 2003-тен азайтам 3-ті. 2000. 2016-ның алдында 2015 деген сан бар ғой. 2015-тен азайтам 15-ті. 2000. И ең соңында плюс 2016. Біз бұны қалай шығарамыз? Біз мұнда 2001, 2002, 2003 сөйтіп 2015-ке шейін жаздық. Демек, мына 2000-дардан пока что 15 штук бар. Өйткені мен -1 мен -15-тің арасында 15 сан бар ғой. Значит, мендегі 2000-дардың да саны 15 штук болады. Кейін 2016-ның парочка шық өзінің. Сонда мен 2000-ді көбейтемін 15-ке. Өйткені 15 рет қосам ғой оны. Демек, 15-ке көбейтем деген сөз. Қосам 2016-ны. 2000-ді 15-ке өтсек 30.000 болады. Қосылған 2016. Сонда 32.016 деген санды береді екен. Ал біздегі А жауабы. 1-ден бастап 111-ге дейін барлық 9-ға бөлінетін сандардың қосындысы. Қараңыздар. 9-ға бөлінетін сандардың қосындысын қалай табамыз? Жалпы 9-ға бөлінетін бірінші сан ол 9.
Одан кейін 9-ға бөлінетін ол 18. Өтір қойып отырайық бүйтіп. Одан кейін 27. Мынаны бәрін жазып отыра бермейміз ғой. Көп нүкте. И соңғысы 108. Неге 108? Өйткені 111-ге дейін деген. Мысалы мен 111-ді алатын болсам, 111 ол 9-ға бөлінбейді, мен сондықтан оны алмаймын. Мен 111-ге дейінгі 9-ға бөлінетін бір санды аламын. Мысалы 110 тоже бөлінбейді, 109 бөлінбейді, а вот 108 бөлінеді. Осылардың қосындысын қалай табамыз? Олардың қосындысын табу үшін арифметикалық прогрессияның формуласына жүгінеміз. Ол А1 плюс АН бөлу 2 көбейту N. Неге именно арифметикалық прогрессия? Бізде заңдылық сақталып тұр ғой. Бәрінде 9-ға артып жатыр, 9-ға артып жатыр. Егер біздің қатарымыз, тізбегіміз белгілі бір санға ғана артса, бәрінде 9-ға артып отырса, онда ол арифметикалық прогрессия деп аталады. А может 9-ға кем отыруы да мүмкін. А1 деген ол мына бірінші мүше. Мына А1 деген ол 9. А2 деген 18. А3 деген 27. АН деген соңғы мүше. Демек мен қазір А1-дің орнына мен 9-ды қоямын деген сөз. АН деген ол конечный мүше, то есть ең соңғы мүше. Ол 108. Бөлу 2. Енді мұнда көбейту N деп тұр. N деген ол не? Ол деген мүшелер саны. То есть мысалы 108 дегенім, 108 деп тұр, ол нешінші мүше? Ол 108-ші мүше деп айта алмаймын мен оны. Оны қалай табамыз? Оны табу үшін біз бүйтейік. Біз мынандай айырымды табайық, D дегеніміз, ол 9-ға тең. D деп атқанымыз типа қандай санға артып жатыр. Немесе қандай санға кем жатыр, соны айырым деп атайды. Біздің жағдайда 9-ға артып жатыр, демек D тең 9. Бүкіл мүшені 9-ға бөлейік. 9-ды 9-ға бөлем 1, 18-ді 9-ға бөлем 2, 27-ні 9-ға бөлем 3, 108-ді 9-ға бөлем 12. Енді N-ді табу үшін соңғы саннан азайтамын бастапқыны и 1-ді қосам, әрқашан 1-ді қосам. То есть соңғысынан бастапқысын азайтып 1-ді қосу керек. Сонда мұны екеуі кетіп қалады да 12 болады. Демек мұнда 12 мүше бар деген сөз. Мына кетеді, 6 қалады. Сонда 9-ға 108 қосақ 117, көбейтілген 6. 6 7 42, 6 1 6 0, 6 1 6 7, 702. Ол біздегі D жауабын береді екен. Сандардың қосындысын табыңыз деген. 2 қосу 4 қосу 6 қосылған көп нүкте қосылған 100. Қосындысын табу керек бізге сандардың. Демек арифметика прогрессияға жүгінсек болады. Неге? Өйткені бәрі 2-ге ғана артып жатыр. То есть алдыңғы есеп сияқты бірдей санға ғана артып жатыр. Ол А1 қосылған АН бөлу 2 көбейту N. А1 деп атқанымыз ол бірінші мүше 2. АН деп атқанымыз соңғы мүше 100 бөлу 2 көбейту. Енді мүшелер санын табу үшін бүкіл мүшені мына D-ға бөлем деп айттым ғой, менде D тең 2. 2-ні 2-ге бөлем 1, 4-ті 2-ге бөлем 2, 6-ны 2-ге бөлем 3, 100-ді 2-ге бөлем 50. Енді N-ді табу үшін мына соңғы 150-ден азайтамын бастапқы 1-ді и қосамын 1-ді. Сонда 50 деген сан қалады екен мұнда. Көбейту 50. 100-ге 2-ні қоссақ 150, 102, 102-ні 2-ге бөлеміз 51, көбейту 50. 51 дерге кетсек 25, 50 болады. Ол біздегі В жауабында орналасқан. Енді мында есептеңіз деп айтқан екен. 2 бөлі 3 қосылған 3 бөлі 4, 4 бөлі 5, 1 бөлі 6, қосылған 2 бөлі 7, қосылған 3 бөлі 8, 5 бөлі 8, 5 бөлі 7, 5 бөлі 6, қосылған, енді 3 сан бар әлі. 1 бөлі 5, 1 бөлі 4, 1 бөлі 3. Енді қараңыздар, бөлшектерді қосу үшін олардың бөлімдері бірдей болу керек. Бөлімдері бірдейлерді қошақ қояйық. 3-тен 2, 3-тен 1. Ну, то есть мен жазу керекпін 3-тен 2-ге қосамын 3-тен 1 деп. Сонда 3-тен 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. 3-3-ге бөлсек 1. То есть мына екеуі 2 қарам. Ол менде 1-ді береді. Енді мен қазір мына қызыл алайын. 4 бөлі 3, 1 бөлі 4. Ол да 1-ді береді. Өйткені 4-тен 4 болады ғой үстін қосқанда. И сондайдан қараңыздар. Мынау мен мынау тоже парочка. 6-дан 1, 6-дан 5 тоже 1. 7-ден 2, 7-ден 5 тоже 1. Мына екеуі 8-ден 8 болады да тоже 1 береді.
Сонда бірде нешеу бар екен? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. 6 болады екен жауабы. Мен просто екеуін қосқанда бірді беретін жұптарды іздедім. Достар, осымен есептеңізге аяқталды есептер. Олай болса, бізбен бірге келесі сабаққа кеттік.